Сәлем достар, сіздерде осындай әдемі зебра пирог жасағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк, подпискамен қолдап отырыңыздар. Алдымен 3 жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Содан соң 150 мл сүт, 300 грамм құмшекер, құйып миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң 1 қасық қамыр сүткіш, 1 шай қасық ванилин салып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң 350 грамм ұнды електен өткізіп, 1 келкі етіп тағы да миксерлеп аламыз. Дайын болған соң 2 ыдысқа бірдей етіп бөліп аламыз. Содан соң 2 үлкен қасық какаоны електен өткізіп салып, 1 келкі етіп араластырып аламыз. Дайындап болған соң табаны майлап, үлкен қасықпен екеуін кезекпе-кезек құйып аламыз. Құйып болғаннан соң зубочисткамен узор жасасаңыздар да болады. Дайын болған соң қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, рас болсын.